Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бізде Қыздарша подкаст парақшасында жаңа маусым 2026 жылдың алғашқы қонағы бізде нейрокоуч, нейротрансформатор Гаухар Бегейқызы. Біздің өзіміздің жерлесіміз. Гаухар ханым, өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Ал сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Өте қуаныштымын. Жазира ханым, сізге көптен көп рахмет. Қонақ қылып шақырып, мінекей біздің қаламыздың құрметті ханымдары, әйелдері көптеген дүниемен танысын, жаңа нәрселермен танысын деп арнайы шақырып жатырсыз. Құрметіңізге алғысымды білдіремін. Әрине өзім таныстыра кететін болсам, осы салада 5 жылдан аса, 2000-нан аса әйелдерменен жұмыс жасап, жүректеріне, махаббатпен өмірді сүруді үйретіп, насихаттап жүрген алдарыңызда отырған дипломированный нейрокоуч және де халықаралық сертификат алған нейрокоуч ментор по мышлению мен Гаухар Бегейқызы боламын. Гаухар ханым, жалпы негізі мамандығыңыз психолог па? Немесе басқа мамандықтан бастап, әлде осы жолға келдіңіз ба? Қалай болды негізі? Не себеп болды осы нейрокоучингпен айналысуға? Қандай себеп болды? Өте керемет сұрақ. Негізі ең алғаш өзіңіз білесіз, кезінде біздің уақытымызда болды ма, көбіне ата-анамыз таңдайтын бізге мамандықты. Сол ата-анамыздың таңдауымен, сол кісілердің қалауымен оқыдық. Ол кезде мен сол программист мамандығын оқыдым. Кейін бертін келе осы негізі мектептік кезден өзіме ұнайтын осы философия, психология деген дүние. Кейін бертін келе ішкі жан дүниеңді ести келе осы дүниеге жақындығымды, құмарлығымды сезініп, әйелдерге көмектесе алатынымды өзімнен танып, осы мамандықты тереңдетіп, білім алып, дипломмен осылай өзімді сусындадым. Керемет. Әріптес екенбіз, Гаухар ханыммен біз бірге бір корпуста оқыппыз, қатар оқыппыз. Осы жерде бір-бірімізді көріп, білісіп, танысып. 25 жылдан бері танысып біріміз бүгін. Гаухар ханым, жалпы қазіргі кезде психология деген, коучинг болсын, трансформация деген ұғымдар барлық адамға белгілі да. Бұған дейін енді психология деген шетелдік кинода болған шығар біздің кішкентай кезімізде мысалға. Ал қазіргі кезеңде кез келген адам әйтеуір бір кездесті да, сол психологиямен болсын. Неге көбейіп кетті деп ойлайсыз қазіргі кезде? Мен қуанам осы дүниенің керісінше көбейгеніне, психологияның. Негізі психология дегенді қазақша аударған кезде жантану деп аталады. Біз қазіргі таңда өте көп материалдық дүниеге байланысты бір-бірімізбен күшті, керемет өмірді мен анадан да, түгеншеден де мықты жақсы өмірді сүруім керекпін деп материалдық дүниеге аса мән беріп кеттік. Негізгі өмір сүрудің мақсаты біз өзімізді тануымыз. Сонау Абай атамыз айтады, өле-өлгенше өзіңмен алыс деген керемет бір сөзі бар. Яғни ол неден шығып тұр? Өзіңді таны, жаныңды таны деген сөзден шығып тұр. Яғни бұл психология, менікі енді нейрокоучинг, менде коучинг. Коучинг деген не? Яғни сенің қазіргі белгілі бір аточкыңнан экологично, тез уақытта сенің белгілі бір мақсатыңа бұл точкаға экологично жеткізу. Осы коучинг арқылы, негізі осы психологияның көбейгендігі, коучтардың көбейгендігі қазіргі таңда адам түсінді бұл нәрсені. Сұранысқа байланысты түсінді. Өйткені сен бәрібір де ол нәрсеге жеткің келеді, бәрібір жетесің. Бірақ сен қалай жетесің, сол белгілі бір алға қойған мақсатыңа көп адамдар өмірдің, әлемнің заңдылығын білмей, әлемнің шапалағын жеп ұзақ жолдармен, бірнеше шапалақпен. Шапалақ жеу, таяқ жеу деген физикалық тұрғыда емес, бір жерден бір банкротствоға кету, біреуден алданып қалу, жеп қалу деген сияқты дүниемен, не болмаса жаңағыдай адамды танымай ашуға, ызаға беріліп кетеді, эмоцияға кетіп қалып жатады. А бұл жерде, осы жерде өзіңді тану, яғни жаныңды тану, сен ажырата аласың өзіңді эмоцияңнан ажырату. Керемет, өте керемет нәрсе. Әсіресе коучинг дегенмен жақын арада біз сабақ алғанбыз. Коучингтің психологиядан айырмашылығын түсінгеннен кейін, вообще коучинг деген барлығына керек деп ойлаймын. Даму үстінде жүрген адам болсын, дамимын деген адам болса да, барлығына керек деп ойлаймын. Үйде отырса да, мысалы үшін бір кәсіппен айналысса да, негізі адам, мен өте көп байқадым,
мен негізі жаңағы Марғұлан ағаны білесіздер ғой, сол кісінің мастер-майндтарында болдым. Қанша миллионер кісілер отырады, ол жерде жиналып отырады. И әрқайсының өзінің жеке жаңағыдай психологтары бар, не коучтары бар. Неге вот ақылы бар, достатки өмір сүретін адамдар неге олай өмірді сүріп жатыр, өткен уже біліп алған ол адамдар. Ол мақсатына жеткісі келеді, бірақ экологично жеткісі келеді. Өте керемет, барлығына керек дүние деп ойлаймын. Жалпы негізі сізге келетін әйелдер қандай сұраныспен келеді, Бізде жауап берсеңіз. Өте көп қазіргі таңда әйелдердің өте жиі кездесетін дүниесі ақша деп келеді. Ақша тапқысы келеді, масштабқа шыққысы келеді. Бірақ ол ақшаның артында мүлдем басқа запростар. Басқа сұраныстар. Өте басқа сұраныс. Ол сұраныстың бірі қарым-қатынасқа келіп тіреледі. Көбіне ақша деп келеді, бірақ сол ақшаның артында күйеуіне дәлелдегісі келеді, ол ақшаны тауып. Не болмаса енесіне дәлелдегісі келеді, не болмаса ата-анасына дәлелдегісі келеді, өзінің күшті екенін, признанияны ала алмады ғой балалық кезде. Енді беріңдерші маған признанияны, көрдіңдер ма? Сендердің өсірген қыздарың, сендердің өсірген ұлдарың міне керемет болды. Енді мені мақтаңдаршы деген. Бұл дәл осы дүние, яғни ақшаға жетудегі мақсатта ең бірінші ниетке аса мән берген өте жөн болады. Өйткені адам дәлелмен жеткен кезде, дәлелмен болған кезде, ол жердегі жол қиын болады, ауыр болады. Өйткені не дейді, сен дәлелдеу арқылы жетіп тұрсың ғой. Мына әлемнің заңдылығы бар өзі. Негізі әлемнің өзі жүйеде тұрады. Өздеріңіз білесіздер, қазір біз мынау ғимаратта отырып, әдемі ғимараттың өзінің бір тәртібі бар, заңы бар. Дәл осы сияқты университетке барсаң, өзінің сол жерде тәртіп заңы бар. Мемлекеттің де өзінің заңдылығы бар. Дәл осы сияқты әлемнің де заңдылығы бар. Жүйе бар бізде. Сол жүйеден шығып кетіп жатамыз. Сол әлемнің заңдылығын білмей, осы жүйеден шығып кетеміз да, сол жүйеден шыққан кезде сені былайынан жүйеге кіргіздір деді әлемнің шапалағы. Бірақ соны түсіне алмай жатады ғой көптеген әйелдер. Соның сабағын ала алмай жатады. Соның сабағын ала алмай, одан сайын ерексіп әрі қарай өзін дәлелдеп жатады. Яғни коучпен жұмыс істеу арқылы олар қалай болады? Коучпен жұмыс істеу арқылы, яғни адам ең бірінші өзін тану керек. Бізде былай болып жатады. Сенде қазір мына жерде қазір саған сен шай сұрадың, мына жерге келіп шай сұрадың. Мына шай демде дайын болмай қалды. Сен қалағандай, не болмаса сіздің қалағаныңыздай шықпады. Біз не істейміз? Сразу кінәні өзгеден іздеп жатамыз ғой. Дұрыс емес. А сенің дәл осы шайды сұрайым дегенге дейінгі состояние қалай болып келді? Бізде көбіне мына өмірде барлығы накопительный эффект деген бар. Сен часто, мысал үшін, организміңде антибиотикті ала берсең, ол организмді отырғыздыртасың. Істен шығып бастайды, бүйрегің, басқа жерің деген сияқты. Дәл осы сияқты сен мына өмірде қаншалықты сен адамдар жайлы ойың қандай, сөзің қандай, сол адамға деген сен состояниең қалай. Бұл өте маңызды дүние. Бір ситуация болады, менің тағдырым неге осындай деп ренжіп жатады кейбір әйелдер. Менің тағдырым чотты, мені жаратушы Аллам чотты дұрыс жаратпады. Не істеп қойдым соншалықты? Мен не істеп қойдым соншалықты? Анау кімнің, Мағрипаның, Таңшолпанның өмірі нап-нормальный. Мен вроде адамдар жайлы қанша жақсылықты істеп жатырмын, мен не істеп қойдым соншалықты деп жатады. Сен сол жақсылықты істеген кездегі сол жердегі ниетің қалай болды? Сонда осы жерде ниетке өте байланысты. Осы ниетімізді, яғни біз не істейміз, тағдырды кінәлап кетіп жатамыз ғой. Жан-жағымызды кінәлап кетіп жатамыз. Мынау дұрыс емес, маған дұрыс сөз сөйлеген жоқ, маған дұрыс ой ойлаған жоқ деп. Сен ең бірінші не істейсің, бұл жерде тағдырды кінәламайсың. Тағдырға сені не алып келді, осы бір тағдырға? Сенің әрекетің алып келді. Ал ол әрекет қақтан келді саған? Сенің сезімдерің арқылы келді, эмоция арқылы келді. А эмоция қақтан келді саған? Мына сөздерің, қандай сөз сөйледің? А сөз қайдан келді саған? Мына ойдан келді. Яғни нейрокоучинг деген, мен мименен жұмыс жасаймын. Установкалар, мидағы установкалар. Керемет өте. Қазіргі кезде енді көбісінің көзі ашығы да бар, Жалпы жаңағы енем жаман, ата-анам жаман дейтіндер де бар.
бауырларым осылай жасағандықтан осылай болды деп әркімнен көретіндер бар. Енді қазіргі кездегі осы деңгейде әйелдердің даму кезеңінде деп ойлаймын, қазір әйелдер күшті дамудың үстінде ғой. Ішкі состояниесі, ішкі халі қалай жалпы әйелдердің? Бұл хәл деген өте терең ауқымды тақырып негізі. Өте бұл күн деп сағаттап отырып айта берсе болады негізі. Бізде негізі енді мен қазір бұл жердегі білімдермен айтамын, білімдеріме сүйене отырып айтамын. Мен қазір айтып жатқан нәрсемді бір өзім придумать етіп айтып жатқан жоқпын. Білімдеріме сүйеніп, және де қаншама жыл әйелдермен, қаншама мың әйелдермен жұмыс жасадым, сол практикама сүйеніп айтамын. Қазіргі уақытта өте күнәні сырттан іздеп жатады. Бұның туындайтын мәселесі, дүниесі, яғни сонау кінәліні жаңағыдай өзіңіз атап айтқандай ата-анадан көріп жатады. Когда ты мені дұрыс тәрбиелеген жоқ деп. Не болмаса бауырларым деген сияқты, не болмаса күйеуім дұрыс емес, не болмаса қоғам дұрыс емес, не болмаса вообще мемлекет дұрыс емес. Барлығымен не болып жатады? Келіспеушілік болып жатады. Ал бізде іште келіспеушілік болса, сен не істеп жатсың? Мына әлемменен келіспей жатсың. Әлеммен келіспей жатырсың. И осы келіспеушілік бар жерде адамның ішіндегі бүкіл энергиясы, состояниясы, энергия дегенді қазір өздеріңіз білесіздер, қазір өте көп әйелдердің бір запросының бірі осы бір энергияға мұқтаждық. Жетпей жатады, энергия уақыт жетпей жатады. Осы бір мұқтаждық, яғни ішкі сол сезімді сен қай жаққа жіберіп жатсың. Осы бір халіңді әдемі бір керемет қалыпта сақтауға неге сенде осы бір энергия жетіспей жатады? Бұл нәрсені сен көп жағдайда не нәрсені көп ойлайсың? Бізде көбіне былай өмірді сүреді. Өткен шақты көп ойлайды. Өткен шақпен өмірді сүреді. Армандап жүреді өтіп кеткен өмірін. Өткен шақта сөйлесіп жүреді сол адаммен, тіпті ұрысып жүреді, өзінен өзі ашуланып жүреді ол адамға. Прямо сол өткен шақпен өмірді жібере алмай жүреді. Тіпті 5 жыл, 10 жыл кейбір апа, әпкелеріміз бар. Өлгенше мен оны кешірмеймін деп кететіндер болады. Сол 20-30 жыл бір адамның сөзін, бір қараған көзін ұмыта алмай, естерінде сақтап, соған бетіп айналды жүреді. Вот елестетіңізші, қаншама сіз энергияңызды, уақытыңызды соған слив қылып жатырсыз. Бұл бір. Екінші, әйелдердің типі бар, болашақпен өмірді сүреді. Яғни не? Көзге розовый очкиін киіп алады. И сосын мен осындай боламын. Вселенная деп, бірақ шамал бір қиялы жаққа қарай кетіп қалып жатады. Оның да бір плюс моменттері бар, бірақ белгілі бір жерге дейін өзінің бір патологы бар, жетеді ол. Адекватны қараған жағдайда дейсіз. Біз не істеуіміз керекпіз? Өткен шақта емес, болашақта емес, біз мына қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренуіміз керекпіз. Дәл осы бүгін сен ренжіп тұрсың ба? Жұмыс жасашы өзіңмен, өзіңе сұрақ қойшы, дәл осы жерде. Неге мен ренжіп тұрмын? Мейлі сен коучингке, психологқа баратын шамаң жоқ. Осы бір сұрақты өзіңе қойшы, неге ренжіп тұрмын? Не себеп ренжуге? Қаншалықты сен осы нәрсеге энергияңды құртасың, сен уақытыңды құртасың, оған сезіміңді бересің. Қаншама сен солған кетіп жатқан сен уақытыңды, энергияңды, одан да өзіңе жұмсасай. Одан да сен жас, жаңағыдай, алғыс жас адамға. Кітап оқы, позитивке, спортпен айналыс, адамға жақсы нәрсені сыйлауға тырыс. Мінекей, енді осы жерде хәл деген дүниеден шығып тұр ғой. Осының барлығы сен мына жақта өткен шақпен, болашақпен өмірді сүрген кезде, мына жақта сен жоқсың, мына орның бос болып тұрады, пустойсың. И біз, яғни осы сәтке келуіміз керекпіз. Мына жақтағы дүниенің барлығын алып тастау керек. Барлығын кешіру керек, алғыспенен бәрін жіберу керек. Болашақты Алланың қалауымен деп қою керек. Яғни осы жерде сенде дәл қазір не нәрсе бар? Осы кезбен өмірді сүріп үйрену керек. Керемет. Яғни сізбен жұмыс істеу арқылы сіз дұрыс сұрақтарды қоюды өзіне, адам өз-өзін анализ жасауды үйретесіз. Адам өзіне сұрақ қоя алмайды. Қашады.
көп адамдар. Иә, мен енді тренингтер өткізіп жүрмін ғой қалада. Изабелді әйел атты, берекелді әйел атты тренингті өзім 9 рет өткіздім. Сонда көптеген әйелдерге сұрақ қойған кезде қорқып кетеді, өзіне үңілуге қорқады. Одан да сізді жөндеген жақсы, басқаны жөндеген жақсы да, көршіні, қарамағындағы адамды тәрбиелеген жақсы да, ал өзіне келгенде қорқып кетеді, үңілуге қорқады. Көбіне қашады адам, өзімен жұмыс жасауға қашады. Мен айтар едім, өзімен жұмыс жасаған адам, өзіне үңіле алған адам, бұл батыл адам деп. Яғни оны да түйсініп ұғыну керек, сол сұрақты қоюым керек деген моментті де түсіну керек. Яғни коучинг арқылы ол өзімен өзі жұмыс жасауға, кейін де өзі коучсыз жұмыс жасауға үйретіп жүресіз ғой. Керемет, өте керемет деп ойлаймын. Барлығына керек дүние деп ойлаймын. Гаухар ханым, бір сұрағым бар еді. Қазіргі кезде әйелдер самооценкасы төмен әйелдер бар, жалпы самооценканы қалай көтереміз? Осы самооценка дегенді өзін-өзін бағалау. Бізде негізі, енді осы жерде тереңірек айтайын, бұл самооценка деген қақтан туындап жатыр. Неге әйелдер қазіргі уақытта, мен өзімнің аудиториямнан да жиі сұраймын, осы самооценкаға келіп тоқталады. Өзімді танығым келеді, өзімнің құндылығымды көтергім келеді деп. Бұл адам құндылығын неге біле алмай жүр? Бұл әйелдер неге қазір осы құндылығын тани алмай жүр? Бізде былай болып жатады. Сонау кезінде, соғыстың кезінде аталарымыз соғысқа кеткен. Аштықтың кезінде қаншама ата әжелеріміз қырылған. Бізде қазіргі таңда былай болып жатады. Бір әйелдер маған сұрақ қойды. Қазір екі босағанға сенгенше, одан да өзіңе сенсей деген сіз қалай ойлайсыз деп айтады. Мен осы нәрсені тереңірек айтқым келеді. Бұл сөз кезінде шыққан, сонау соғыстың кезінде, ашаршылық кезінде шыққан. Қақтан шықты, ол кезде сол үйдің еркегі соғысқа бара жатты. Ауылдың қаншама еркектері соғысқа бара жатты. Не болды ол десе? Мына әйел білмейді, ол келеді ма ол еркегі, әкесі, например, жолдасы, бауырлары кетіп барады. Ол әйел білмейді, келе ма ол адам, келмейді ма. Не істейді? Вынуждена, мәжбүр болды екі босағаға өзі сенуге. Яғни сол үйдің еркегі болуға, сол үйдің әйелі болуға, отында тасуға, суында тасуға мәжбүр болды. Бұл сөз сол кезде шыққан. Екі босағанға сенгенше өзіңе сенсең деп. Ал қазір, осыны қазіргі таңда әйелдер басқаша қылып перефразировать етіп алды. Еркекке сенбеу, одан да мен өзім артып алайын. Не болды? Яғни әйел жүктің барлығын қазіргі өте көп жиі келетін дүниенің бірі, мына әйелдер еркектің жауапкершілігін өзіне артып алған. Сенуден қалғанда жанындағы еркектеріне. Екі босағанға сенгенше, одан да өзіме сенейін деп, өзіне опять не қылып алды, установка қылып алды бұл әйелдер. Қаяқтан келді? Яғни сол кезде әжелеріміз қызын солай тәрбиеледі, ол қыздары біздің аналарымыз. Түсініп тұрсыз ба? Не істейсіз бұл жерде? Яғни бұл сонау сол жақтан келген дүние. Қазіргі таңда бұл нәрсені біз тіпті миымыздан алып тастауымыз керекпіз ол нәрсені. И осы жерде әйелдер бүкіл жауапкершілікті өзіне артып алады, не қылады? Өзінің табиғатынан кетіп қалып жатады. Әйелдің табиғаты не өзі? Білесіз ба, Жазира ханым? Енді отанасы болғаннан кейін, отты жағып отыру, үйді жылыту деген сияқты, үйге жылы энергия беру деп ойлаймын. Комфорт, уют, мейірім, махаббат. Балаға, отбасына мейірім, махаббатпен қарау. Бұл әйелдің негізгі жаратушы Алланың беріп қойған сыйы әрбір әйелге. Бұл нәрседен кетіп қалып жатыр да әйелдер. Бүкіл жауапкершілікті, ответственностьті өзіне ала жатыр. Әйел адам жауапкершілікті алған кезде, мына өзінің табиғатынан кетіп қалып жатады. Сол кезде, ер адамның бүкіл жауапкершілігін өзіне алып алады, әйел өзінің табиғатынан кетіп қалады, сол кезде өзін жоғалтады әйел. Өзін жоғалтқан кезде, осы жерден бастап не болады? Сенімсіздік. Түсіндіңіз ба? Яғни менің құндылығым қайда?
өзін барып өзгемен салыстырып бастайды. Жаңағыдай мейіріммен, махаббатпен, нәзік болып отырған әйелмен өзін салыстырады. И осы жерден бастап менің самооценкам төмен деп жатады. Бұл жердегі бұл әйелдің самооценкасы төмен емес, ол жай ғана өзінің табиғатынан кетіп қалды. Өзін танымайды да ол әйел. Не істеу керек? Өзіне келу керек. Өзіне келу деген осы жерде бір өзімнің бір техникамды айтқым келеді. Бұл қандай техника? Яғни мен көбіне айтып жатам, жаяу жүріп бассаңдар деймін. Кез келген қай жерде болса да, мені көрген, мені танитын адамдар, олар бірден біледі, Гаухар жаяу жүру деп. Өткен көктемнің уақытында да мен марафонда жүргізіп тұрамын, челлендждер жүргізіп тұрамын, жаяу жүру. Не ол жаяу жүру деген? Әйел адам табиғатпен байланыста болу керек. Еркек адам энергияны тәңірден алса, ал әйел адам энергияны табиғаттан алады. Яғни жаяу жүрген кезде біз не істейміз? Мынау жан-жағымызға қарап бастаймыз. Естиміз. Құстардың әуенін естиміз. Білесіз ба, неге құстар әдемі әуен салған кезде сен тоқтап қалып соны тыңдағың келеді? Алла тағалам жаратқан сол құстарды сондай әдемі әуенмен. Яғни сіз не істейсіз? Табиғатпен байланыс, коннект болады. Бізге ұнайды ол. Яғни әйелде осы кезде гормон части бөлінеді. Окситоцин деген осындай гормон, бақыт гормондары бөлініп бастайды. Бізге ұнайды. Яғни табиғатпен жүрген кезде біз табиғатты байланысып бастаймыз. Бізге мына әйелдер анау закатты көру керек, восходты көру керек. Бір уақыттары менде осы бір щитовидкадан кішкене бір задачалар болды. Проблема деген сөзді айтпаймыз. Менімен сөйлескен кезде, маған келген кезде әйелдермен мен сөзге аса мән беремін. Өйткені проблема деп сөйлейтін болсақ, проблема ол сенің өміріңде проблема болып кетеді. Мен не деймін? Задача дейміз. Осы щитовидкамен задачам болды. Сол кезде мен енді психологияны сол кезде тереңірек оқыдым. Бұл біздің гормондарымыздың, яғни дұрыс жұмыс жасамағандығынан болып, баланс болмағандықтан болып жатады. Сол кезде бір уақыттары мен арнайы Дарияның жағасына барып, прямо машинамен барамын да, қойып қоямын да, ана нені көретін тұғымын, закатты көретін тұғымын. Сіз мысалы үшін өзіңізге практика қылып алыңыздар, және де осы жерде көріп отырған оқырмандарға да сол практиканы ұсынамын. Жай ғана тегін нәрсе, тегін. Просто барасыз да уақытыңызды бөлуіңіз керексіз. Бір 5-10 минут қарап отырыңызшы закатқа. Ана жерде сіздегі ішкі состояниеңіз өзгереді. Мына көздегі зрачок, көз қарасы өзгереді. Яғни жаяу жүру арқылы сіз табиғатпен байланысасыз. Жаяу жүру арқылы бізде 5 осязание деген бар, ашылады. Яғни жаяу жүру арқылы сіз табиғатпен етене тығыз байлансыз, яғни өзіңіздің табиғатыңызға келіп бастайсыз. Әйелдік кәдімгі жаратушы Аллам сонау бірнеше ғасырлар бойы ең алғаш жаратқан өзіңнің табиғатыңа келуің керексің. Керемет техника. Осы кезде барып әйел өзінің табиғатына келген кезде мінекей самооценка, құндылық деген осы жерден көтеріліп бастайды. Әрине бұны айтасың, ауызбен айтқан оңай, бірақ іске келген кезде көп әйелдер жасамай жатады. Ең оңай нәрсе болса да, соны жасамай жатады. Тегін нәрсе болса да жасамай жатады. Бірақ осы дүниені өміріңе енгізген кезде мен когда-то мен осыны өзімнің наставниктерім осы практиканы айтқан кезде бір 6 ай жүрдім ба, тоқтамай жүріп, енді қашан өзгерем деп қайтадан жүгінгенмін наставнигіме. Сол кезде айтқан, жоқ, тоқтама деп. Мінекей 19 жылдан бастап мен жаяу жүріп бастап келатырмын. Бұның барлығы накопительный эффект. Бір күні просто шылчок болады сенде. Яғни ой тазарады, сенде энергия көтеріледі, сенде мүшелерің есту, көру, сезіну мүшелерің бары ашылады. Былай болған, бір практика айта кетейін, бір мысал айта кетейін, осы накопительный эффект жөнінде. Бізде былай болып жатады. Өткенде маған бір клиентім жазды. Шүкіршілікті жазып жатыр, неге менің өмірім өзгермей жатыр дейді да. Өздеріңіз білесіздер, менің шүкіршілік өзімнің авторлық күнделігім бар. Бір 10 күн жазғаннан кейін ол әйелдің өмірі өзгеріп кету керек та. Жоқ, олай емес. Бұның барлығы накопительный эффект қой. Жаяу жүруде накопительный эффект. Қытайда бамбуктың дәнін алғанда қытайлықтар өсіргісі келген екен бамбукты. Вот елестетіңізші, дән еккен
су құйған, қараған, су құйған, 1 жыл өткен, 2 жыл өткен, тоқтамай қытайлықтар құя берген. Сөйтіп 5 жыл құйған ғой ана дәнге, бамбуктың дәніне. 5 жылдан кейін анау тұрған дән 1 айдың ішінде 30 метрге өсіп кеткен ғой. Представляете? Вот дәл осы сияқты, сен білмейсің бұл қашан болатынын. Бұл накопительный, қай кезде атып кететінін білмейсің. Бірақ сен қандай дүниемен жасауың керексің? Дәлелмен емес. Мен анау кімге дәлелдеймін мен күшті екенімді, мынау кімге көрсетемін мен күшті екенімді емес. Өзің үшін өзіңе келуге, өзіңе бұл жаяу жүру, шүкіршілікті жазу, яғни сен істейсің, өзіңе қадамдарды жасайсың, ішкі меніңе жасайсың бұл қадамдарды. Өзіңді танисың. Өзіңді танисың. Керемет. Гаухар ханым, жалпы әйел адам өзінің психологиялық тұрғыдан әлсіреп кеткенін қалай біледі? Яғни оның белгілі бір моментте жаңағы сіз айтқандай мынандай бір сигналдар болады ғой. Сол қандай сигналдармен ол өзіне осознание келу керек та? Мен психологиялық тұрғыдан әлсіреп кеттім деген сияқты. Иә. Қай кезде жүгінуім керек? Қандай сигналдар болады ол кезде? Негізі былай болып жатады. Көбіне әйелдерде әйел өзі сезімтал ғой. Әйелдер негізі эмоциядан тұрады. Еркектерде холодный разум дейді, ол бір нәрсені естіп қалса, я деп адекватны қабылдайды да, әйелдер бірден эмоцияға беріліп кетіп жатады. Бізде негізі психологияда жиі кездесетін нәрсе 9 эмоция бар деп жатады, жиі кездесетін. Негізі эмоцияның түрі 50-ден астам. Бұл жерде әйелдер сезіммен өмірді сүреді, эмоцияға қатты беріліп кетіп жатады. Көп жағдайда өзі мына жерде тұрады да, эмоция шауып кетіп жатады. Осы нәрсе эмоцияны басқара алмай жатады. Түсініп тұрсыз ба? Мысалы үшін бизнесті жүргізіп жатсың ба, бір нәрсең дұрыс болмай жатыр ма, барасында анау талап етесің да, жаңағы қарамағыңдағыларды шық деп шығарып жібересің. Сен ол жердегі әр қарайғы ситуацияны білмейсің ғой. Мүмкін ол жердегі сабақ сізге беріліп жатқан шығар. Не болмаса барып алып балдарға, үйде отырған әйелдер балдарды ұрады, қол көтереді, ұрсады, кәдімгідей тіпті наказать етіп жатады. Бұл да яғни өзінің эмоционалды өзін басқара алмай жатады. Бұл опять же әйелді шаршатып жатады. Дым ішіндегіге әлі келмей жатады. Ол тек хәлін ашу арқылы дұрыстап алып жататын әйелдер бар. Бірінші ашуланып, эмоцияны шығарып қырып тастайды, содан рахаттанып күш алады да, сосын барып әрі қарай жұмыс жасайтындар бар. Яғни бұл тани алмай жатыр да ана жерде әйел. Бұл бір нәрсе. Кейбір әйелдер бар, көне береді. Басын изеп алып көне береді. Яғни іштей өзін жейді. Іштей өзін жейді да, опять же таусылады бұл. Өзін іштей жеп жататын әйелдер бар. Бұл жағдайда да өзін тани алмай жатыр. Не нәрсе келу керек, осы жерде өзіңді тануға келіп. Бұл енді сигналдарды қақтан байқаймыз бұл жерде. Сол мысалға ғана көне беретін әйелдер ол байқамауы да мүмкін ғой, ол сигнал болып келіп тұрған. Бірақ бір күні шаршайды ғой ол әйел. Сосын барып, ол барады да байқамай барып фонтан болады бір күні. Сосын барып сразу ол әйелдер депрессияға кетіп қалып жатады. Өйткені осы уақытқа дейін жақсы болып келді ғой. Жаман болды да, ананы жамандап бастады. Негативке әкеліп жатады бұл нәрсенің барлығы. Немесе денсаулығына сырын беріп жатады. Қарым-қатынаста сырын беріп жатады. Өзіне бір жағымсыз жағдайларды өзі сезініп жатады осы жерде. Бұл сигналдар, яғни сен іштей саған дискомфорт тудыртма осы нәрсе, маған осы бір өмірді сүріп атқаным бір ұнамайды. Қаншама энергиям кетіп жатыр, қаншама дүнием кетіп жатыр. Бір ой келеді өзі әйелге. Сол кезде, сол ойды келген кезде, сол кезде жұмыс жасау керек. Ол ой тектен-тек келген жоқ. Значит, саған беріліп жатқан не ол ойды саған балаң айтады. Не болмаса саған ол ойды жолдасың айтады. Не өп кеттің сен? Өзгерсей не мынау? Шамалы аузыңды жапсай, тыйсай деген сияқты сөздер айтады. Біз оны ести алмай қалып жатамыз ғой. Басқаша түсінеміз. Негізі жаныңдағы жолдасыңды көптеу есту керек. Өйткені ол жолдасты саған тектен-тек қосқан жоқ. Мына жер бетінде 8 миллиард халық бар.
оның 4 миллиарды әйел, 4 миллиарды еркек. Соның ішінде сен, және сол 4 миллиард еркектің ішінде сен жолдасың, саған жайдан жай қосылған жоқ. Негізі айтып жатыр ма ол кісі арасында құлағыңды түріп тыңдаған абзал. Шынымен де мен не істеп жүрмін деп. Не істеп жүрмін. Өзгер деді ма, сен что-то дұрыс емес, сен қатты ашуланып жатсың, сен вообще мына үйдің әйелсің ба, қатынсың ба деп жатады ғой, енді шамал қаттырақ айтып жатырмын енді. Бұл жиі кездесетін сөздердің бірі. Значит, тоқталу керек. Сен шынында әйел өзіңнің роліңді өмірді сүріп жатсың ба? Біз ролімізден кетіп қалып жатамыз ғой, жаңа басында айттым ғой, жүйе бар бізде деп. Сол жүйенің ішінде біз ролімізде өмірді сүруіміз керекпіз. Әйелсің ба, сен еркектің жанында әйелдік роліңді өмірді сүруің керексің. Балдарың бар ма, балдарыңа аналық рөлді өмірді сүруің керексің. Ата-анаң бар ма, онда сен сол жерде бала болуың керексің. Біз не істейміз? Ата-анамызға үйретіп кетіп жатамыз ғой. Ана күйеуімізді тәрбиелеп кетіп жатамыз. Балдарымызды болса да тәрбиелейміз. Тіпті өткенде маған бір келіншек келді. Мен сөйтіп ұрам, сосын я его прошу прощения дейді. Кешірім сұраймын дейді. Ата-ана деген баласынан кешірім сұрай ма? Ата-ана деген биікте тұрған жоқ па? Бала төменде тұрған жоқ па? Иерархия бар емес па? Соны бұзып тұрсыз. Дұрыс па? И осы жерде осы бір жүйенің барлығы бұзылады да, сосын барып жаңағыдай где я деп жатады. Яғни ішкі дүниеңде бір мазасыздық, тревожность болса, міндетті түрде бір ойлану керек, ол ой келеді бәрібір саған. Значит, сол кезде сол улавить етіп алу керек қой сол ойды. Қатты ушықпай тұрып. Керемет. Жалпы осындай кезеңде әйел адам неден бастау керек? Яғни ол кісілерге сіз қалай көмектесе аласыз? Неден бастау керек десеңіз, егер де жеке өзі бастаймын десе, ол әйелдер былайша мидың өзі бөлінеді. Осознанный милар болады ше, түсінеді адам. Мен енді мимен жұмыс жасағансын, бірнеше жыл әйелдерді зерттегенсін, мимен жұмыс жасағансын, мимен өте қатты тығыз байланысты да сөзімнің барлығы. Осы мидың өзі осознанный милар болады. Кейбір милар неосознанный болады, прям жабық, жабылып қалады. Өйткені тіпті ол балалық кезден жабылып қалады. Блоктап тастаған. Қорқады, қорқыныш өте көп. Қатты қуануға қорқады, жақсы көруге қорқады, бай болуға қорқады, ақша болуға қорқады, ақшалы болуға қорқады, қатты күліп, өзін сондай еркін сезінуге қорқады. Бұл кезде балалық программа деген бар. Балалық кезде бір келіп сені бір қорқытты ма, психологияда былай да, коучингта, нейрокоучингта былай айтады. Баланың 1 минуттық қорқынышы болды, сол өмір бойына жетеді екен. Представляете? Балалық кезде бізде қаншама қорқыныштар болады. Мен бұл жерде ешкімді де кінәламаймын, Жазира ханым. Маған келген кезде ешкімде кінәлі болмайды. Ата-ананы мүлдем кінәламаймыз. Детская травма. Қазір өте жиі кездеседі, проработай маму, проработай папу, детская травма деп папа-маманы еш кінәламаймыз. Бұл нәрсемен жұмыс жасау керек, бұл программамен. Бірақ папа-мама кінәлі емес. Бұл адамның өзінің ми жүйесі қалай қалыптасты. Тіпті бір клиентка болды, менде бір үйдің 3 қызы, ол сол үйдің ортаншысы. Ана үлкен қызы мен кенже қызы нормальда, ана ортадағы қызы что-то не то. Папа-мама кінәлі бәріне. Көріп тұрсыз ба, бәрінде бір ата-ана тәрбиелеп тұр. Яғни ол қыз сол программаны өзіне алып тұр. И осы жерде ми бөлінеді. Яғни кейбір клиенттерге айтасың, міне мына нәрсені жаса, мынаны жаса дейсің, болды. Бір консультацияның өзі былай жетіп жатады. Түсініп тұрсыз ба? Кейбір адамдар болады, олармен ұзақ жұмыс жасау керек. 2 айлап, 3 айлап, тіпті курстар бар, мен өзім жылда өткізіп тұратын курстарым бар, көктемнің кезінде жүргіздірдім. Былайынша осы жақында да қазір болып жатыр менде фокус группа деген. Әр адам әр түрлі установкамен келіп жатады. И осы жерде мен көмектесе аламын. Мен өзімнің негізі курстарым бар. Осы курстарымда өте көп жиі прямо установкаларды көрсетемін ол жерде. Қаяқтан келеді бізге ол установкалар? Экологично. Представляете? Бір ғана алдында бір келіншек болды.
настолько вот кінәнің барлығы енесі дұрыс емес. Бәріне ене кінәлі. Көп кездесетін жағдай. Представляете, бір ғана курстың арқасында, ол курсты мен 2 күн ғана жүргізген, воркшоп деп аталады. Ол былтыр өтіп кеткен. И соның өзі болды өмірін 180 градусқа өзгертті. Керемет. Сонда енесінің мықты адам екенін көріп тұр. Дәл осы сияқты жолдасымен де қарым-қатынаста келеді. Ажырасамын деп бір әйел келді маған. Мен ажырасамын, мен қазір 1,5 миллион тауып жүрмін, бизнесі бар. Мен X2, X3-ке өсіргім келеді. Деді, окей, хорошо, менімен жұмыс жасайтын болсаңыз, ажыраспайсыз. Күйеуіңіз жаныңызда болады. Ертең жұмысты бітіргеннен кейін әрі қарай көресіз деп. И бір ай өткеннен кейін, Қауһар ханым, менің күйеуім деген мойшы адам екен ғой деп. Ажырасасың ба? Жоқ, ажыраспаймын. 3 баласы бар. Ажыраспаймын. Аллаға шүкір, күйеуі жанында бизнесін әрі қарай X2-ге көбейтті. Тату тәтті махаббатта өмірді сүріп жатыр. Көріп тұрсыз ба? Әр адамның өзінің установкаға өте тығыз байланысты. Жалпы сонда сол келіншек сізге мен табысымды арттырамын деп келді. Ажырасамын. Нәтижесінде жолдасымен қарым-қатынасын түзеді. И бизнесінде де әрі қарай өсірді. Керемет. Бұндай мысалдар өте көп. Егер де айтатын болсам, сағатта отырасың ғой. Қазір ойыма келгенін айтып жатырмын да. Тағы бірін айтып кетсең сол жерде болады ше. Тағда мынандай мәселелер бар. Бір әйел болды. 5 жыл страданияда өмірді сүрді. На самом деле ол әйелде бәрі бар. Қандай страдания? Күйеуім измена жасайды деген. Измена жасады, яғни страдать етті. На самом деле ол әйелде бәрі бар. Абсолютно бәрі бар. Енді адамдар шатасады, түрлі жағдайлар болады. Бала шағасы бар. Мысал үшін, осы жерде не болып жатады? Бірден әйелдер кінәні сырттан іздеп жатады ғой. Анау страдать етті, бақытсыз болып, сол өмірді сүріп жатыр, сол күйеуімен өмірді сүріп жатыр, сол балдармен керемет үйде, жағдайын бәрі керемет. Бірақ ана әйел мына өмірдің мәнін түсінбей кетті да. Дәмін түсінбей. Дәмін, мәнін. Бақыт не, жеп атқан тамағын, балдарының күлкісі, өзім бір өмірді бақытты сезіну деген абсолютно жоқ. Мен вообще не үшін өмір сүріп атқанымды білмеймін. Неге? Өткен анау стресс, негізі стресспен адам өмірді сүргеннен кейін бір айдан кейін ол депрессияға айналады. И сол депрессияда ол әйелдер жылдап өмірді сүреді. Тіпті кейбір аналарымыз бар, сол 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл күйеуінің ішкені бар ма, басқасы бар ма, енесінің ренжіткені бар ма, мамасына ренжігені бар ма, или жаңағы бастығының сөйлегені бар ма, коллективте біреудің жаңағы кидать етіп кетеді ғой жаңағыдай, сондай бар ма, сода тұңғиыққа түсіп кетеді, 10 жыл, 20 жылдап тіпті өмір сүретіндер бар. Не істейсің сен ол жерде жұмыс жасаған кезде көрсетесің. Міне, мынау сенің установкаң қақтан кеп тұр, оған балалық кезден кеп тұр. Ол кімге ренжіп отыр, ол жерде ол әйелдің папасымен қарым-қатынасында болды. Папасына ренжі болды. И сол папасымен жұмыс жасау арқылы, ол папасының арасында енді түрлі жағдайлар болады. Папалар қатал болады. Ол қаталдығына ренжіді, қаталдығына қорықты. И дәл осы ренжді не қылды? Күйеуіне беріп жатыр да. Түсініп тұрсыз ба? Ер адамнан өміріндегі бір маңызды ер адамнан екінші маңызды ер адамға ауыстырып тұр да. И осы жерде көрсету арқылы, жұмыс жасау арқылы деп түсінді. Ана әйел как будто бір ұйқыдан оянғандай, бір пердесін ашқандай өмірді сүріп бастады. Қанша уақыт жұмыс жасадың солай? 2 ай наставничествода жұмыс жасады бұл жерде. Қандай өзгеріс болды? Өзгерісі қарым-қатынасты дұрыстады. Ең бірінші нәрсе. Ол әйел уже өмірдің мәнін түсініп бастады. Депрессия, стресс емес. Ондай кезде әйелдер немен өмір сүреді? Маскамен өмір сүреді. Өтірік күліп шығады, бәріне керемет, той томалақта, үйге келеді да, мына масканы шешеді да, все. Бақытсыздық кейпіне еніп алады. И ол нәрсені әсіресе әйелдерге айтатын ше, әсіресе қыздарыңыз болса ше, пожалуйста,
бұл нәрсемен жұмыс жасау керек. Өйткені бұл нәрсенің барлығы қыз балаға беріледі. Программа ретінде беріледі. Программаны. Мынаны аласың да, сен қызыңа сол программаны бересің. Дәл сол сценариймен өмір Мен анау, мектепте жиналысқа барамын, балдарымның жиналысына барамын, садикте барамын, ана қыз баланы көремін, сразу білемін, уже анасының қандай программада өмір сүріп жатқанын. Кейбір болады, оқушы баладан көрініп тұрады дейсіз. өзін жақсы қылып көрсеткісі келеді. Вот полюбите меня деген сияқты. Мұқтаждықта өмір сүреді да. Бір кемеден су кетіп жатады да. Сосын кемеден су кетіп жатады, сосын ана кісіге көрсетеді, ана кеменің бір ақауын жөндейін деп істей алмайды, мына кісіге барып көрсетеді, істей алмайды. Сосын барады да айтады, анау түгенше деген бар ғой айтқандай, оның мықты не маман, давай барып көрсетейік деп. Барып көрсетеді да, мына жер ғой деп бір кнопканы баса салады да, ана кеме жұмыс жасап кетеді. И сосын жаңағыда үлкен сумманы айтып тұрады да. Сосын айтады, неге сіз өйтіп 5 минут жұмыс жасап, 5 минут жұмыс жасап, мынадай баған сұрап тұрсыз дейді. И ол кісі айтады, осы 5 минутты мен былай шешу үшін қаншама жылдарымды, қаншама білімдерім бар бұл жерде, опытым бар, тәжірибем бар деді. Дәл сол сияқты менде де солай айтар едім. И бұл сөйтеді да, әйелдер көбіне кеп тіреліп қалып жатады. Өзімен көп жұмыс жасағысы келеді, өте көп дайректке жазады, номерімді тауып алып жекеме жазып жатады, көмектесіңізші деп. И осы жерде мен онлайн сабақтар өткіземін. Өте үлкен ауқымда әйелдер келсін, осы жерден ақпараттандырылсын. Бізде көбіне білмегендігімізден, білімнің жоқтығынан біз көбіне осындай тіреліп қалып жатамыз да, мынадай. Тығырыққа келеді. Тығырыққа келіп тіреліп жатамыз. Егер де сен сол жерден ақпаратың болса, білімің болса, ақпараттандырылсаң, мынау шлагбаун саған оңай ашылады. Сен әрі қарай үлкен жолға, кеңістікке қарай, масштабқа қарай шығасың. Көбіне біз субъективте өмірді сүреміз да, мына жердегіні ғана көреміз. Мынаның бәрі жабық, былай ғана көреміз. Білім арқылы сен мынаны ашасың да, зрачогыңды кеңейтесің, кең қарап тастайсың. Сол кезде мына бір проблема, ол жаңа айттым, проблема емес, ол жай ғана задача болып қалады сенде. И осы жерде мен негізі онлайн сабақтарым бар. Алла қаласа, алдағы уақытта именно осы әйелдердің өте көп жиі кездесетін сұрақтарының бірі, осы өзімнің құндылығымды білгім келеді, потенциалымды ашқым келеді, өзімді танығым келеді. Самооценка енді құндылық қой, осы самооценкамды көтергім келеді деген әйелдердің осы бір запросына байланысты мен өзімнің алдағы уақытта өзімнің авторлық онлайн сабағымды өткізіп Алла қаласа. Керемет. Ол үшін сіздер Гаухарханның инстаграмында ақпараттар бар. Инстаграмны осы жерге белгілеп кетеміз. Сол инстаграмнан бүкіл хабарды ала аласыздар. Бүкіл ақпарат сол жерде. Гаухар ханым, біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз, егер біздің рилстарымызды, сторисына салса, сізді белгілеп кетсе, не бере аласыз? Қонақтан сый дейсіз ғой, кәде дейсіз ғой қонақтан. Егер стористеріңізге белгілеп кетсеңіздер, осы рилстармен бөліссеңіздер, Гаухар ханым сіздерге бір кәде беремін дейді. Кәде беремін. Негізі арасынан таңдап, 3 адамды таңдаймын, комментарий жазып, белгілеп, осы белгілесе, 3 адамға белгілесе, өзімнің өзіңе қайта оралу деген сабағым бар. Телеграм каналда, аудио форматта өте көп әйелдерге өзінің результатын берген сабақтың бірі. Осы сабағымда сыйға ұсынамын. Құны қанша тұратын еді ол сабақ? Негізі 15 000 теңге тұрады, бірақ құны өте жоғары, біле білген адамға. Құндылығы жоғары, Құндылығы жоғары. Құрметті оқырмандар, қыз келіншектер, әсіресе бізде кәсіпкерлер, көшбасшы әйел боламын дейтін кісілер, егер бай боламын, бақытты боламын, кемел боламын десеңіздер, Гаухар ханымға хабарласыңыздар.